Сәлем құрметті Агро каналының көрермендері. Бүгін наурыздың 13-і. Бүгін бізде қар жауып тұр. Көктем шыға ма деп едік. Енді қайтадан қар басты. Мін қазір түскі сағат 1. Осы қасиетті ай, ораза айымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге осындай күн суықта, салқында бұзауларды қандай жағдайда ұстап отырмыз, соның барлығын көрсететін боламын. Бұзауларды қалай денсаулығын күтіп, баптауды барлығын сіздерге көрсететін боламын. Биылғы 2024-тің төлдерін сіздерге осы бүгінгі видеода көрсететін боламын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Бізде жылы қора. Осындай қорада бұзауларымызды ұстап отырмыз. Бізде 1 айлық, 2 айлық, 3 айлық бұзаулар тұр. Әрі қалай жастары. Мыналар мысалы 2 айлықтар, 3 айлық бұзауымыз қазір сырт жақта тұр. Мұнда көбінесе мынау міне 1 жетілік бұзау. 1 жеті дейм, 4 күндік бұзау, 4-5 күндік. Өздеріңіз көргендей ширап қалған. Мына жерде 2 айлық бұзаулар тұр. Әрқайсысы асыл бұқадан шыққан. Асыл бұқаның тұқымдары бұзаулар. Ақ бұзауды көрсеңіздер, әулиекөл бұқадан шыққан. Алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, бір қоңыр бұқа болған, содан шығарғанбыз. Оны міне биылғы балалары, бұзаулар төлдері. Қазіргі күн салқын болғандықтан, негізі бұлар түскі уақытта далада тұратын. Қазір күн салқындауына байланысты осындай жылы қораға қойып қойдық. Ал күн жылы кезде сырттағы күн түсіп тұратын лапасқа қоятынбыз. Қазір күн салқындағандықтан осындай қорада тұр бүгінше. Қазір бұлардың бәрі от тұққан бұзаулар, мыналар 2 айлықтар барлығы шөп жейді. Бүгін күннің суығына байланысты осындай ақыры жоқ қорада тұр. Кешкі жататын жерін көрсете кетейін сіздерге. Бұзаулардың мынау қазір қойлар тұратын, ешкілер бордақыда тұрған. Солар тұрған жер мынау. Кішкентай бұзау аттан келеді. Бұзаулардың жатып жүрген жері мынандай. Асты осындай сағыр төселген. Ана жерінде ақыры бар, шөп жеймдері болса, сол жерден шөп жейді. Мына жерді ашып есіктен осы жаққа қарай қамай саламыз. Ақырындап породистый бұқалар ұстауға көшу керек, тұқымы жақсы. Себебі қазіргі таңда мал көп болғандықтан малға сұраныс төмендеп келе жатыр. Неғұрлым тұқымы жақсы, породистый дейді ғой, сондай малдарды қазір көптеп ұстап жатыр. Тұқымына қарай. Тұқымы жақсы болса, малдарыңыздың сатылымда бағасы да жақсы болады. Етті де мол береді, сүтті де мол береді, әр тұқымына қарай. Сол себепті тұқымы жақсырақ малға көшуге кеңес беремін. Мынау да міне таза тоқал бұзау, мүйізі жоқ, көргендеріңіздей басы домалақтанып келген. Мына достар. Мына жерде қазір мынау еркек бұзау. Тағы да мына көк еркек, кішірегі. Осы екеуі еркек. Қалған үшеуі ұрғашы мында. Мынау да ұрғашы бұзау. Көбінесе ұрғашы бұзаулар болып жатыр қазіргі таңда. Ұрғашы бұзау да жұмыр бұзау. Бір 4 күндік бұзау деп айта алмайсың, шираған. Себебі бұқаның тұқымы жақсы болғандықтан осындай бұзау ширақ болып келеді. Көп комментарийлерде сұрап жатыр. Бұзау қанша айдан бастап оттығады? Бұзауды сіздер оттыққанын тоссаңыздар, ол бұзау тайынша болғанға дейін оттықпайды. Себебі бұзауды оттықтыру үшін оған алдына шөп салып қою керек. Бір уақыт, бір айда уақыт өткеннен кейін алдына шөп сала бастау керек. Жем беріп кішкене аз мөлшерден. Себебі мал көрмеген затына ешқашан ол үйрене алмайды. Себебі бұл затты білмесе, ол шөп жеуді қайдан біледі. Сол себепті малдың алдына кішкене шөп салып қойыңыздар. Неғұрлым жұмсақ, жоңышқа секілді шөптен ең алдымен үйренгенге дейін. Кішкентай бала туылғаннан кейін қашы берген секілді, бұларға да жұмсақ, шірімеген таза шөптен берсеңіздер, жоңышқа секілді. Содан салып қойсаңыздар бір бұрышына. Соны ақырындап шайнап жеп үйреніп,
ары қарай малдарыңыз оттығып, оттыққаннан кейін шөп жеп, бір уақыт сүт ішіп, тез көтеріліп кетеді. Мыналардың барлығы шөп жеп тұр қазіргі таңда. Осылайынан оттықтырасыздар. Ал сүтіне келетін болсақ, қазір бұлар 2 уақыт емеді, таңертеңгісін және кешкі уақытта. Таңертеңгісін сағат 7-де, кешкі сағат қамағанда сол 4:30-5-терде 2 уақыт еміп тұрады. Көбінесе 2-3 бұзауды қазір подсос қылып жіберіп жатырмыз, кіші құнажындардікі. Мына бұзау мысалы, мына бұзау, содан кейін мына бұзау қазіргі таңда үшеуі подсос дейді ғой, ондай қазіргі таңда шыққан. Саумайды сиырды. Тек өзі еме береді, солайынан подсос қылып жіберіп жатырмыз. Подсос малдың бір жақсы жері, күндіз кешке дейін еміп, сүтін жиналып, кейін ол тайынша кезінде де ем жүре береді. Содан күзде сатсаңыздар, бұқамен бірдей бағада денесі іріленіп, тез өсіп сатылып кетеді. Достар, бұзауларымыз осындай жылы қорада тұр бүгінгі күні. Далаға шықтық. Даланың барлығы аппақ болып тұр. Қайтадан қыс келген секілді. Құс қанаты ма екен, или бұл жағын білмедік. Көбінесе осы оңтүстік жақтардың барлығында қар деп тұрған, осы ертең -20 градусқа дейін аяз болады деп тұр. Сол себепті әлі қыс бітпеген секілді. Сіздермен болған Агро каналы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Келесі видеода кездескенше.